Сәлем достар, бүгінгі видеода балалар да дайындай алатын, бір дайындағанда өте дәмді болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Ендеше бүгінгі видеода сіздермен қарақат. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: 1 жұмыртқа, 140 грамм сүт, 140 грамм сұйық май, 140 грамм електен өткізілген ұн және 100 грамм шекер. Бір жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне шекерімізді салып араластыратын боламыз. Жұмыртқа мен шекер жақсылап ерігенше, бір келкі массаға айналғанша араластырамыз. Және сұйық майымызды құйып, сүтімізді құйып, бір келкі болғанша араластыруымыз қажет. Достар, егер сіздерге ванилин қоспасын қосу ұнаса, оны да қоссаңыздар болады. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сүт және сұйық май және бір пачка, демек ол 10 грамм қопсытқыш. Араластырамыз және ұнды бөлек-бөлек етіп араластыратын боламыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып дайындап аламыз. Және қоймалжың сұйықтығымыз дайын болғанша бір келкі араластырып, формаларымызға құйып шығатын боламыз. Әр формаға 1,5 қасық ас қасықтан сұйықтық қосамыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Өз пікірлеріңізді комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Әр адамның пеші әртүрлі. Сол себептен өздеріңіздің пештеріңізге қарай 160 немесе 180 градуста 30 немесе 35 минуттың аралығында пісіріп алсаңыздар болады. Достар, мінекей біздің пирогымыз дайын. Және біз оны ашып көрсетеміз. Өте дәмді, бір жасағанда дайын болған, өте дәмді кекстеріміз дайын болды. Және кекске шоколад, алма, конфетилар қосып дайындадық. Ас болсын, сіздермен болған Қарлығаш.